Dostlar, assalamu alaikum. Егер мені көріп отырған болсаңыздар, немесе жазып отырыңыздар. Келе жаңа ғана компьютерден бастайын десем, мүмкін болған жоқ, енді оңды болған жоқ. Егер бір адам мені көретін болса, көріп отырған болса, жазсын. Мен сені көріп отырмын деп жазсын. Сен көріп отырсың, е, Лаки? Компьютерден да, оның да анық па? Онда компьютерден да неден ашайық? Тікелей эфирді. Фейсбуктан бастайық. Біраздан кейін Қуат бауырымызға звондаймыз. Тікелей эфир дейді. Азамат, жаңа ғана көрген болсаңыздар, өте нашар болды. Қазір солай болмайтын шығар деп ойлаймын да. Қазір Фейсбуктан да қосайын, сол жердегі достарымыз да көрсін. Қазір 8 адам көріп отыр. Фейсбукты да қостық. Ассаламу алейкум, Фейсбуктағы достар. Біз қазір YouTube арнамызда тікелей эфирдеміз. Біраздан кейін Құдай қаласа Қуат бауырымызды қосамыз. Енді оны қосқанда да басқа телефоннан қоңырау соғып қосайық деген ойымыз бар. Деген Қуаттың сіздерге айтатын маңызды сөздері бар еді. Азамат бауырым, өте қуаныштымын. Енді бәрі анық дейді. Қандай тақырыпта тікелей эфир? Тікелей эфирдің негізгі тақырыбы Қуат Ахметов бауырымыздың ашайын деп жатқан қазақ тілі бойынша қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту және басқа да маңызды мәселелер бойынша бір ұйым бар еді. Мен өзім сіздерге түсіндіргенше, Қуаттың өзі түсіндірген дұрыс деп ойлаймын. Сол үшін тікелей эфир жүргізіп отырмыз қазір. Фейсбукта да, YouTube арнасында да, бірақ басқа аппараттармен, біреуінде телефон, біреуінде компьютер. Екеуінде де дұрыс естіліп отыр ма, достар? Бірінші соны анықтап алайық. Бәрі дұрыс болатын болса, біраздан кейін Қуат Ахметов бауырымызға звондап, оның ашайын деп жатқан ұйымы туралы ақпараттарын тыңдайық. Сіздердің маңызды сұрақтарыңыз болатын болса, оларға жауап сұрайық, одан жауап берсін, түсіндіріп берсін. Қазір екі жерден де тікелей эфирдеміз. Мен Фейсбуктағы достарыма бұлай бетіммен қарасам, айып етпеңіздер, өйткені екінші жақтан ютубтағы эфирді түсіріп отырған екінші аппаратқа қарап отырмын. Онда Қуаттың телефонын айтқан жоқпын ба саған? Эфирдің Қуаттың телефоны. WhatsApp-тан көрейін қазір. Ең маңыздысы. Қуаттың телефонын сіздерге де айтам, достар. Осы ұйымға қосыламын, менде қазақ тілі үшін жүйелі түрде күрескім келеді дейтін азаматтар болатын болса, сіздер де жазып алыңыздар. 8 707 404 66 48. Азамат Фейсбукта қанша адам көріп отыр? Қанша адам компьютерді? 46 адам көріп отыр екен. 46 адам көріп отыр екен Фейсбуктан. YouTube арнамыздан 9 адам көріп отыр. Әсіресе достар, мен YouTube арнама
жазууларыңызды сурайм сіздерден. Оны табуу өте оңай. Facebook'тагы достар, сіздерге әсіресе айтарым, Дыры Огуз Доган деп жазсаңыз, немесе менің атым жазсаңыз, сол жерден мен YouTube арнамды тауып алып тіркелулеріңізге болады. Енді біз осы интернеттің мүмкіншіліктерінен пайдалануымыз керек. Сол үшін керек та бұл. Әйтпесе біз ол жерден ақша да таппаймыз. Сіздермен бірге болу үшін мүмкіндігінше интернетті жақсы пайдалануымыз керек деп ойлаймын. Қоңырау шала бер. Қуатты қосайық, енді көп кешіктірмей. Видео звонок. Әрине. Сейіл бин Асқар. Уағалейкум ассалам. Әкел. Қуатқа қоңырау шалып отырмыз. Ассаламу алейкум бауырым. Уағалейкум салам. Қалай? Құдайға шүкір. Кітап дүкеніндесің ба, қай жердесің? Кешіктік. Жоқ, жолда келе жатқанда мынау бір сауда үйіне өзіміздің бауырымыздан рұқсат сұрап, өте дұрыс. Барып қазақи кітаптар сатады, соған. Өте дұрыс, өте жақсы. Сонда қай жерде екен, мекен жайын бәрін айтып бересің қазір. Сол бауырымыз енді қазақ кітаптар сататын болса, сонда біліп алсын алматылықтар. Мен біріншіден кешірім сұраймын, өйткені компьютердан тікелей эфирді бастайын десем, YouTube арқылы. Сонда бір ақаулар пайда болды да. Енді түсінбейміз ғой, енді белгілі бір жастан асқаннан кейін жастар сияқты бәрін қабылдап, бәрін меңгеріп ала алмаймыз. Сол үшін қазір әрі Facebook'тан, әрі YouTube арнасынан қазір тікелей эфирдеміз. Мен алдын ала бүгінгі тақырып туралы құрметті көрерменге айтып бердім. Бірақ қазір сенің де өзіңді көрсетіп, сенен сұрайым да, сен жақсылап тұрып, қандай жоспар бар сенің осы күн бүгіндері? Қандай жоспар бар? Соны біздің достарымызға айтып түсіндіріп берсең. Сен қазір Қуат 10 адам әзірінше YouTube'дан 42 адам Facebook'tan көріп отыр. Оларға амандас бірінші. Кешіріңіздер, құрметті Facebook қолданушылары, Қуаттың түрін көре аласыздар ма? Шығып тұр ма? Сонда жазып отырсаңыздар. Айта бер, бауырым. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз осы тіл майданы нақты осы сот процестеріне кіріскендігелі осы 9 ай болып қалды. Осы Алматы қаласында бұл майдан басталып кетті. Алматы және Астана қаласы. Енді Қарағанды мен Ақтөбе қосылды. Оларға сотқа дейін өз шағымдарын тастады. Енді айтқанда Қазақстан бойынша 4 өңірде осы тіл майданы басталып кетті. Енді қысқаша осы 20 наурызда Алматы қаласында Құдай қаласа бас қосамыз. Есік ашып, әсіресе алматылықтар қазақ деген жүрегі қазақ. Қашан болады, бауырым, қашан болады, қайтадан айтып берсең? 20 наурызда. Қай күні болады сол 20 наурыз? Бүгін 15 болса, жұма бола ма, қай күні болады? 20. Енді жұма болады, бір есептеп. Достарым, сіздер де жазып отырыңыздар. 20 наурызда Қуат Ахметов ұйымдастырып отырған жиын өтеді. Жиын дегенде үлкен конференция емес, әрине. Бұл Алматыдағы тіл жанашырлары жиналды да, осыдан ары қарай не істеуге болады деп ақылдасады. Қай күн екен, қарадың ба? Иә, біз қазір нақты бір үлкен актовый залма немесе соны ойластырып жатыр. Осы 2-3 күнде шешеміз. Қандай немесе бір үлкен кафеде бір бөлек бөлмесі болса. Еркін бауырымыз айтып отыр, жұма күні дейді. Әлі қай сағат, қандай сағаты белгісіз я әлі? Белгілеген жоқ. Сағаты кешкі болады. Кешкі 5-6. Солай екен, мүмкін жұмыста болады, кімнеде. Сөз
жерде жиналып, енді Абзал Құспан қатысам деді. Оны нақты керемет. Иә, заңгер Алмаз Жұмағали заңгер, ол да енді денсаулығы қазір кішкене анау апаттан кейін больницадан шықты. Ол да бірақ айтты, мен міндетті түрде қатысам деді. Bir advokat, bir zangir болады. Жастары Қыдырәлі бауырымыз келем деді. Желтоқсаншылар ұйымынан кім келеді? Өкілдері болады. Нақты білесің бе? Бірақ екі сотқа қатысқан кісі желтоқсаншы ағамыз. Сонда нақты міне осы канал арқылы енді біздің енді бірінші мақсатымыз осы тіл майданы ата заңымыздағы конституциядағы 7-ші баптың 2-ші тармағын алып тастау. Дұрыс. Онда орыс тілі қолданылады деген негізі майдан мақсаты сол. Бірінші мақсат сол. Қайтадан айтайық, бауырым, ата заңдағы орыс тіліне тиесілі бапты алып тастату. Дұрыс па? О жерде не деп айтылған? Онда айтылған қазақ тілімен бірге мемлекеттік мекемелермен бірге орыс тілі қолданылады деп жазылған. Сол бапты алып тастау керек, өйткені ол конституцияның ішінде және тілдер заңның ішінде қарама-қайшы сөздер бар да, мысалы, онда тек қана орыс тілі емес, және де тілдер деп айтылған. Егер де мысалы бұны қысқасы айтқанда, қазір егер бұл заңды өзгертпесек, ертең неміс халық келіп айтады, мен немісше талап етем. Дұрыс қой. Тағы мысалы тәжіктер келеді, мен тәжік тілінде сол бітіп болып кетеді. Сол үшін мемлекеттік бірақ тіл және оған орыс тіліне әдейі бір статус бермеу керек. Иә, ол арманымыз ғой. Одан екінші талабымыз енді соған жетеміз ақырын, бірақ оны жеткенде әрекет жасап қана жете аламыз. Осылай жүре берсе, Фейсбукта лайк қойып, ой, анау Ринат істеп береді, Қуат істеп береді, Руза апай істеп береді, ешкім істеп бермейді. Соны ел болып қосылуға осы тіл майданына шақырамыз. Өйткені бұл бәрі заң аясында жүреді, ешкім митингқа шықпайды, бәрі заңды көрдің бе, мемлекеттік тілде жоқ па, барасың. Соны кәдімгі тренинг болады, үйретеміз қалай арыз жазуға, қандай заңға сүйенуге болады, соны заңды түрде үйретеміз. Бауырым, сөзіңді бөліп, мен сен танымайтындарға бір ауыз айтып кетейін. Бұл Қуат бауырымыз өзі тіл жанашыры, бұл қарапайым адам. Бұл не емес, бір саясаткер емес, немесе бір тіл үшін лауазымға тағайындалған адам емес. Сіздер сияқты қарапайым қазақтың баласы, сол 7 жылдан бері өзім күші жеткенше қазақ тілі үшін күресіп жүр. Оған Қуатқа қосылуға ешқандай кедергі жоқ бізде. Ешқандай қорқатындай, былай сескенетіндей, немесе заң жағынан да ешқандай тартынатын ешқандай жағдай жоқ. Қуат өзі заңды сыйлайтын, заңды бұзбайтын, не істесе де заң аясында істеп жүретін бір Қазақстанның азаматы ретінде сіздерді қарапайым барлық қазақтарды қазақ тілі үшін заңды түрде заң аясында күресуге шақырып отыр. Сол үшін бір ұйым ашайын деп отыр. Сол ұйымның құжаттары толтырылды ма? Ол процесс қалай өтіп отыр, бауырым? Қараңыздар, бұл процессқа мысалы қазір бәрі еркін демократиялық, енді біз қазір демократия мемлекетіміз. Сол мысалы бас қосарда 20 наурызда сонда талқылаймыз да, мысалы сіздерде қандай ұсыныстар? Бірге шешесіңдер халықпен. Иә, бірге. Мен өз YouTube каналымда жаздым. Ұсыныстарыңыз болса, сіздер астында пікірді қалдырыңыз. Мысалы бізде мысалы бірінші ата заңы, екінші мемлекеттік бала бақшаларда және бастауыш сыныптарында тек қазақ тілінде білім беруге көшу. Және осыны талап етуге. Бұл алдыңғы біздің жоспарларымыз. Үшінші жоспарымыз мемлекеттік мекемелерде қызметкерлер қазақ тілін қаншалықты меңгерген соған мониторинг өткізу. Егер мемлекеттік
тілді қызметкер мемлекеттік тілін білмесе орнын босатуын талап ету, қазақ тілді жастарға орын беруге талап ету. Осы bir minut. Oğuzhan Gazi degen benim жерлесім жазыпты. Oğuzhan kardeşim, Kazakistan'da koronavirüsle ilgili mesele, ilk virüs Türkiye'den sonra bulundu. Onun için de bu tür dedikodulara inanmayın. Yani bütün Kazakistan'da ulusal karantina ilan edildiği gibi kim uyduruyor böyle şeyleri anlamıyorum yani. Evet, tedbirler var aynı Türkiye'de olduğu gibi ama koronavirüs Kazakistan'da Türkiye'dekinden daha tehlikeli değil. Onun için de kim söylüyorsa inanmayın. 2 tane benim bildiğim kadarıyla vaka tespit edildi. Koronavirüsten 2 adam avurdu ya Kazakistan'da. Sonra oturdu bir söylesin. 6 adam oldu mu? 6 kişiye yükselmiş. Türkiye'de de herhalde bir 3-4 oldu değil mi? Onun için ulusal karantina, bu genel karantina gibi şeylere inanmayın. Sosun ikinci aldarına koygan ikinci maksat qanday Kuat? Екінші мақсат, бұл жаңа айттым, бұл үшін айттым, мемлекеттік мекемелерде қызметкерлер бізде мониторинг жүргізіп жатыр. Хабарласқанда бүкіл әкімдердің көмекшілері, секретарлар бәрі орыс тілді немесе бөтен ұлттар, олар мемлекеттік қазақ тілін білмейді, бірақ қазақ мемлекетінде жұмыс атқарады. Сол сұрақ, бұлар қалай жұмысқа орналасты, қазақ тілін білмейді. Дұрыс. Осындай майданда және өзіміз кішігірім осы Алматы қаласында тіл инспекциясын құрамыз, өзіміз еркін, өзіміз жиналамыз. 10 шақты адам барып қалады екенбіз, прокуратураға арыз жазамыз. Соның бәрін видеоға түсіріп, бүкіл қазақ елін үйретеміз. Мысалы, Астанада біздің жігіттер кірісіп кетті, Айдос ініміз прокуратураға жазды. Қазір ары қарай несе, соны жаппай бәріміз қосылып, Павлодарда енді Руза апамыз бар, Астана бар, Ақтөбе бар, бүгін Оралдан хабарласты жігіттер. Сол бәріміз бір үйім болып бірігіп күресек екені, біз өз халық болып талап қоймасақ, бізге ешкімге істеп бермейді. Өйткені мына биіктегі кісілер, олардың балалары мысалы мәдениетте оқып келген, олардың балалары немеде бәрі орыс тілді. Сол үшін осы Faruk Bey, aleykümselam. Ашуға бізді мәжбүрлеп отыр. Өзіміздің қазақтардың құқығымызды үйретуге процесі сол тіл майданы. Men bugünkü taqarıpta qaytadan bir aytып кетейін. Facebook'tan da dostlarımız soraptı. Көрмей қаппын. Bugünkü taqarıp негізгі taqarıp Алматыда Қуат Ахметов бауырымыз 7-8 жылдан бері қазақ тілі үшін азамат ретінде күресіп жүрген бауырымыз заңды түрде тіркетіп бір ұйым ашайын деп отыр. Сол үшін осы ұйымның мақсаттары қандай болу керек, құрамы қандай болу керек деген, қандай да болмасын мәселелерді ақылдасу үшін осы 20 наурыз күні Алматыда жиынға шақырып отыр тіл жанашырларын. Біріншіден осы мәселе туралы сіздерді хабарландырғымыз келіп отыр. Бауырымды осы телефон арқылы эфирге қосып отырмыз. Әсіресе мен сіздерден жеке атымнан сұрайтыным, өтінерім, бәріміз ат салсайық ағайын. Өйткені Қуат сіздерді бір саяси күреске, немесе қолға қару алып, тас алып күресуге шақырса, мен Қуатты қолдамас едім. Ашық айтайын. Бірақ бұл жігіт өзі Қазақстанның азаматы ретінде не істесе де заң аясында істейді. Және мұнан ұмытпау керек те, бұл қазақтың өзінің тәуелсіз мемлекеті болғаннан кейін, заңды қазақтың өзі қойғаннан кейін, оны өзгертуді сұрауға да, оны талқылауға да, оны орындатуға да қазақ азаматтарының бәрінің өзінің құқығы бар. Өйткені естен шығармау керек те, бір сәтте осы Қазақстан қазақтың өзінің жері, өзінің тәуелсіз мемлекеті екенін бір сәтте естен шығармау керек. Әрине әрбір қазақ азаматы Қазақстан мемлекетін тіпті билікті сынға тартуға болады. Тартыңыздар, болады ондай емес. Ол демократиялық мемлекетте азамат сынайды әрқашанда билікті. Бірақ
Құдайға әр мен таң атқан сайын осы түркі республикалары тәуелсіз болған үшін мен шүкіршілік етемін. Әр таң атқан сайын, көзімді ашқан сайын мен шүкіршілік етемін. Осы мемлекеттің қадірін біліп, сол мемлекеттің заңдарын сыйлатып білуіміз керек ағайын. Бұл қалай болады? Осындай Қуат сияқты азаматтардың көшбасшылығында заң аясында ұйымдар құрып, мемлекет тіпті керек болған кезде мемлекеттік ұйымдармен бірігіп жұмыс істеп, Қазақстанның заңдарын орындата білуіміз керек. Ол заңдардың ішінде ең маңыздысы тіл туралы заң. Қазақ тілінің мәртебесінің көтерілуі, бар болған заңдардың іске асырылуы, орындалуы, жетіспей жатқан мәселелер бойынша да үкіметке талап қою азаматтар атынан. Бұл заңды күреске барлықтарыңызды Қуат Ахметов шақырып отыр. Не болды сен үзіп кетті ме? Сіздер мені көріп отырсыздар ма, ағайын? Айбек бауырым, осындай сұрағыңыз жауабы. Мен бірнеше сұрақтар болса, соны оқиын, бауырым. Жарайсың. Енді осындай кезде бауырым, құрметті көрермен, біздерді құттықтап, біздерге рахмет айтудың орнына сіздердің бір ұсыныстар болсын да, ұсыныстар. Бізді ол қуантады. Немесе мынандай болу керек еді, бұлай болу керек еді деген әңгіменің қазір керек жоқ. Не істеуге болады, не істей аламыз бірге? Соны көрейікші, сондай ұсыныстар жазыңыз. Мен мысалы үшін іздеп отырмын, сұрақтар бар ма деп. Көрдіңіз ба? Заң шығару керек. Мен де бейтем десеш, Қуатбек, мен өзім Қуатбек болып, осында жоспарым бар деп айтсаш, одан да. Олай болу керек, аны білу керек. Оны бізде білеміз онда керек екенін. Қандай ұсыныс бар, соларды жазып отырыңыздар. Әсіресе осы Қуат бауырыма қандай ұсыныстарыңыз бар, соны жазып отырыңыздар. Рахмет айтудың да керек жоқ. Бұлай болу керек еді деп те керек жоқ, бауырым, оны білеміз қалай болу керек екенін. Болмай жатқанда білеміз. Бірақ мысалы Қуат сияқты үйде диванда отырмай, енді іске көшейік та, іске көшейік. Қайтадан звондашы. Амиржан, Атажұртпен бірге аласыздарым, Серікжан Білаш мырзамен. Әміржан бауырым, Әмірхан бауырым, Серікжанның Атажұрттың тақырыбы мүлдем басқа. Біз бірінші кезекте тіл үшін күресуді мақсат қойып отырмыз. Видео звоным. Әміржан мырза және Атажұрт ұйымы Қытайдың зорлық зомбылығынан зардап шегіп жатқан сол Шығыс Түркістандағы бауырларымызға көмектесіп, оны әлемге және түркі мемлекеттеріне таныстырып жүрген адам. Біздің тақырыбымыз мүлдем басқа, сол үшін Атажұртпен біргесіздер ме, қосыласыздар ма деген әңгіме меніңше өте ақылға қонымды емес. Өйткені тақырып мүлдем басқа. Әрине ұлт үшін кім бір қадам басса, біз оны қолдаймыз әрине, қолымыздан келгенше. Айта бер бауырым. Не айтасың тағы? Жаңа үзіліп қалды байланыс. Енді айтарым сол, өйткені әрбір қазақ білу керек те, мына тілімізді өз орнына қоймай, өз төріне, иә. Өйткені қазір мынау таможенный союзға кіргелі, Ресеймен қосылғалы біз қазақ тілімізді әбден тапталып тастады. Мемлекеттік тілі, орыс тілі оқып кеткендей. Қазір мысалы Ресей вагондарын алып жатыр, бәрі тек Ресей тілінде, мемлекеттік қазақ тілде жоқ. Сондай көп өздері мониторинг жүргізгенде, соған енді өзіміз қазақтар ел болып қосылып әрекет жасамасақ, әбден жағдайымыз жаман болады. Қазақты солай сондай мен жақсы, мысалы білім бітіріп қызыл дипломмен қазақ тілінде ешқай жерге, банкке, ешқандай қызметке алмайды екен, орыс тілін білмесе. Сондай жағдайға жеттік, өкінішке орай. Соған ел болып қосылып, өзіміз сол қазақ тілімізде заң аясында өз құқығымызды қорғай білу керекпіз. Соны үйретеміз, қалай соны жасау керек. Осының адвокаттарымыз бар, юристтарымыз бар.
тіл жанашырлар бар, соған бәріміз кішігірім осындай бас қосып өткіземіз. Сосын әрбір аймақтарда өткізуге тырысамыз. Мысалы, бірінші Алматыда өткізсек, қалай? Сосын мүмкін өткен келесі жиынды мүмкін Астанада өткіземіз. Өйткені Астанада бұл тақырып масқара. Астана бәрі осыстанып кетті де. Астанадан көп хабарласады. Әсіресе мынау Шымкент, Торғайдың қазақтарын маған хабарласса, Астанаға келіп қуанып едік, қазақшаландырамыз деп. Өзіміз орысша сөйлеп кеттік. Маған бір таксист айтты. Қуат, мен саған айттым ғой, мен сенің кіріскеніңе, осындай жүйелі түрде кіріскеніңе бір жағынан неге ризамын, білесің бе? Өйткені осы Эйр Астана оқиғасынан кейін көбірек қазақ азаматтар мені тани бастады ғой. Менің поштама, менің интернеттегі аккаунттарымның жеке хабарласу бөліміне күнде шағымдар түседі. Үшін мені бұлай ойлайды деп ойлаймын да, ел. Сол шағымдарды қабылдап, мысалы, айтады да, Оралда мынандай дүкенде қазақша сөйлемек деп айтады, мысалы. Айтады да, мысалы үшін, Өскеменде бұл дүкенде бір қазақша жазу жоқ деп маған айтады. Сол қызды олар бір жағынан мен рахметімді айтамын, олар мені сыйлап, олар мені бәрін бітіреді деп ойлайды да, бәріне күш жетеді, супермен деп ойлайды бір жағынан. Супермен деп ойлайды. Ойлайды да, мысалы үшін, Эйр Астананы жеңген болса, енді бұл біз хабарласамыз, Оғыз бәрін жеңеді деп ойлайды да. Олай емес, айналайын, ықыластарыңызға, осындай ниеттеріңізге рахмет. Бірақ енді олай емес қой. Мен қарапайым адаммын. Менің шетелдік болуым, енді Түркияның азаматы болуымның онша сіздер ойлағандай пайдасы жоқ маған. Енді біреулер қорқат деп ойлайсыздар. Қорқпайтын да шығар. Сенің кіріскенің неге маңызды білесің ба? Сен үлгі ретінде қарапайым қазақтың азаматы, ешқандай оның аты Оғыз да емес, шетелдің азаматы да емес. Қарапайым адам. Байдың баласы да емес, депутаттың ұлы да емес. Өзі намыстанып, үйде диванда отырмаймын, мен қолымнан келгенше тілімді қорғаймын дейтін. Сендей азамат шыққаннан кейін сен үлгі боласың. Мен қайтадан айтып өтейін, Қуат, сіздерден бір азамат, сіздердей. Сол үшін оған қосылыңыздар. Ол көшбасшы да емес, бұлай бір саяси партияның бір ағымның басшысы да емес, бауырлар, қарындастар. Ертең Қуатқа да шағымдар түсіре бермеңіздер. Өздеріңіз кірісіңіздер. Қуатпен ақылдасуға болады. Бірақ Қуат осы ақтауға келіп осы мәселені шешіп бер деп айтпаңыздар. Бірге шешуіміз керек. Бірге хабарласып, көмектесіп, ақылдасып, бірге шешуіміз керек. Айта бер, бауырым. Айта бер. Естілмей ма? Мен айтарым, осындай маған жекеме жаза берсін. Жазсын, ақылдасын. Ақылдасын, иә. Көмектесеміз. Әдейі сол шахматыңды осы үйім болсын, кәдімгі қай қаладан қалай түсті. Мысалы, екі Қазақстаннан, осындай шовинистер бар ғой, қазақша сөйлеп шығарып жүреді кәдімгі мемлекеттік мекен. Соны біз әкімшілікке хабар, екі кісі қайтадан жұмысқа алды орынға. Осы біз шулап әкімшілікке жазып нетіп, осы бәрі бас ауыз біршілік, осы бас қосып майдан болған. Соны айтып отырмын, бауырым, сенімен хабарлассың, менімен де хабарлассың, әрине бір жоспармен келсін да. Бірақ Оғыз мынаны шешіп бер деп келмесін. Мен сол тіл полициясы емеспін. Оғыз Қуат та емес тіл полициясы. Біздер сіздермен қосылып, сол мемлекетке өз заңдарын сыйлата білудің жолдарын көрсетуіміз керек. Бар болған заңдарды орындатуын ғана көрсетуіміз керек. Соған талап қоюымыз керек. Немесе Оғыздың супермен сияқты бұлай құпия күштері жоқ. Қуаттың да жоқ. Қуат та, Оғыз да қарапайым азаматтар. Бірақ Қуат маған айтады ғой, сен қазақ емессің, сен не шаруаң бар деп. Сен өз Түркияға барып сол жердің мәселелерді шешпейсің бе деп ұрысады ғой. Міне қазақ. Өткенде де айттым. Міне жеті атасын да білетін қазақ. Шешесі де, әкесі де қазақ. Мені қолдамайтындар, Қуатты қолдасын.
егер шын мәнінде қазаққа жаны ашитын болса. Сонымен бауырым көп созбай-ақ, қазір сен соңғы сөздеріңді айтасың, мынаны ескертіп кетейін, бауырлар, Қуаттың ең маңыздысы YouTube арнасы бар. YouTube арнасына қосылыңыздар. Қуаттың енді бір 1000 адамға жақындады, бірақ 1000-ға жетпей жатыр да. Сол 1000-ға жеткізуіміз керек бірінші. Мен сол эфир біткеннен кейін YouTube'дағы видеоға мына жерге Қуаттың YouTube арнасының сілтемесін жазып қоям. Астына да жазып қоям. Қуаттың YouTube арнасына міндетті түрде жазылыңыздар. Ал YouTube'тың іздеу бөліміне Қуат Ахметов деп жазсаңыздар да шығады. О жерде Қазақстанның туы бар сурет ретінде. Қуаттың арнасы міндетті түрде бүгіннен бастап жазылыңыздар. Өйткені Қуат маған сөз берді, күн сайын, енді ауырмасам деді, күн сайын сағат 9:10-дарда кешкісін эфирге шығам деді. Ол тікелей эфирге шығу үшін осындай 1000 тіркелушіге жету керек те ең алдымен. Сол үшін мен сіздерден, менің достарымнан, тіркелушілерімнен өтінерім, Қуаттың арнасына қосылыңыздар міндетті түрде. Менің YouTube арнамада қосылыңыздар. Дыры Огуз Доган деп жазсаңыздар, әсіресе бұл Facebook'тағы достарға айтайын деп отырмын. YouTube арнама қосылып, сол жерден қолдау көрсетіңіздер. Facebook'қа өте оңай шағым түсіріледі, білесіздер. Мен өткенде 3 ай жоқ болып кеттім. Міне қазір Қуат 1 ай Facebook'та болмайды. Еш нәрсе пост жариялай алмайды. Оған да шағым түсіріпті. Сол үшін YouTube'да бас қосайықта, менің YouTube арнамды түрікше, қазақша Оғыз Доған деп жазып, немесе қосып тұрып, Дыры Оғыз Доған деп жазып, Дыры Оғыз Доған деп жазып, іздеп таба аласыздар. Бірақ менен де бұрын, маған жазылмасаңыздар да ренжімеймін, бірақ Қуат Ахметовтың арнасына міндетті түрде, YouTube арнасына міндетті түрде жазылыңыздар ағайын. Соңғы сөздерінде айтып жібер бауырым. Ал айтарым сол, осы тіл майданына өз ағамыздан қазақ тілді өзіміз көргенге бұл керек емес. Тіл майданға қосылыңыздар, сізге үлкен рахмет. Жақында ұйым ашылады, мен сөзін толықтыра кете айтайын. Жақында осы Қуат Ахметовтың басшылығында тіл майданы болады ғой деймін, ұйымның аты. Ұйым ашылады, достар. Әрине заңды түрде тіркеледі бұл ұйым. Осы ұйымға ең бірінші, енді бас кеңсесі Алматыда болатындықтан, алматылық қазақтарды мен қосылуға шақырам. Қарапайым адам ретінде, азамат ретінде ешқандай артта тұрудың керегі жоқ. Осы біздің тіліміз болған соң, заң, қазақтың өзінің заңы болған соң, барып қолдау көрсетіп жазылыңыздар. Мен сіздерге сөз беремін, үйде отырып интернеттен қолдау көрсеткеннен де өзіңізді жақсы сезінетін боласыз. Өзіңіз жақсы сезінетін боласыз. Адам өйткені бір сауап жасағанда, Facebook'тағы достар айбетпесін, мына жерден YouTube'тағы эфирге де сөйлеп отырмын анда-санда. Адам бір сауап жасаған кезде өзін өте бақытты сезінеді. Құдайға бір құлшылық қылғанда, кедейлерге көмектескенде қолынан келсе, ораза ұстағанда, мысалы үшін, бір жараланған бір мысықты да құтқарғанда адам өзін жақсы сезініп кетеді. Дәл сол сияқты, егер тіліміз үшін біз іс жүзінде қызмет жасай алатын болсақ, мен сіздерге уәде беремін. Мен 47 жасар ағаларыңыз ретінде, енді менің аға әпкелерімді ренжімесін, олардың да бауырлар ретінде, мен сіздерге уәде беремін. Қазақ тілі үшін, ұлтымыз үшін, бірлік үшін қызмет еткенде, тек қана интернет арқылы емес, іс жүзінде қызмет еткен кезде өздеріңізді өте бақытты, жеңіл, өте керемет сезінетін боласыздар. Сол үшін біріншіден ұлтымыз үшін, екіншіден өзіміз үшін, өзімізді жақсы сезіну үшін, елімізге, тілімізге, қазақ тілінің болашағына және барлық түркілердің бауырластығына, бірлігіне
татулыққа, тыныштыққа қызмет етейік. Іс жүзінде қосылыңыздар. Аман болыңыздар. Аман болайық. Балаларымыз бізден де жақсы күндер бастан өткізетін болсын. Бақытты болатын болсын. Сау болыңыздар. Қайдан өшіретімізді тапсақ? YouTube'дан енді кетіп отырмын. Facebook'tan birazdan кейін кетемін. Сау болыңыздар.